Армысыздар каналымыздың көрермендері. Сіздердің назарларыңызға кейбіреулер түйе тауық деп жатады, кейбіреулер күрке тауық деп жатады. Сол күрке тауықтың жұмыртқаларының инкубациядан өтуі жайлы видеомызды ұсынамыз, бейне баянымызды. Алдарыңызда тұрған үйде қолданылатын Золушка инкубаторы, бытовой инкубатор Золушка дейді. Бұл инкубаторды біз кішігірім толықтырулардан өткіздік. Мінекей қарапайым вентилятор. Яки бұл вентилятордан екеу қойылды. Мына жерде біреу, мына жерде біреу. Бұл инкубатордың ішіндегі ауаны араластырып тұру үшін. Вентиляторлар жұмыртқаға қарай емес, жұмыртқадан бері қарай ауаны тартып алады да тендарға қарай таратады. Бұл инкубатордың ішінде су құйылатын 3 жерден тен орналастырылған. Өзінің ылғалдылықпен ауа температурасын көрсететін көрсеткіштері бар. Оған қосымша бөлек сатылып алынған тағы бір гигрометр, термометр қосылды. Мынандай зат ылғалдылықты, температураны автоматты түрде өзі көрсетіп отырады. Батарейкадан жұмыс істейді. Бір батарейка 2 жыл қызметке жетеді. Осындай қосымша толықтырулар және де тоқ көзі жоғалып кеткен кезде автоматты түрде мынандай аккумуляторларға ауысады 12 вольтқа. Және қосымша 220-ға арналған источник тұрақты тоқ көзі бар. Бүгін 22-ші күн болды. Жұмыртқалар кесте бойынша дамуда. Енді болашақта қандай жаңалықтар болады, соны сіздерге тағы көрсете жатармыз. Бұл біздің бірінші рет инкубациядан өткізуіміз бұлай жұмыртқаларды. Каналымыздан алыстамаңыздар, лайк басыңыздар, видеомен бөлісіп отырыңыздар. Алдағы болатын қызықты жаңалықтармен сіздермен тағы да бөлісетін боламыз.